Баршаңызға қайырлы күн. Өте дәмді болып шығатын свеклы салаты және де сәбіз салатының жасалу әдісін сіздерге, яғни менің мастер-классымда ақылы негізде көрсеткім келеді. Яғни бұл еңбек, дәмі өте дәмді болып шығатын салат. Жасап көргілеріңіз келсе, WhatsApp номер қалдырамын. Сол WhatsApp номерге жазып, видеосын алсаңыздар болады. Енді бұл салатты нанға батырып жесеңіздер де болады. Яғни суытып, холодильникке салып қойып, бір апта бойына жейтін өте керемет салат. Банкіге де басуға болады. Бір салатты пісіру барысында екі салат түрін жасап шығарамыз. Яғни сәбіз салатты молынан пісіріп, оның піскеннен кейін тең жартысын ыдысқа салып алып, екінші қазанымызда тағы да сәбіз салатты қою арқылы үстіне свеклыны салу арқылы свеклы салатын және сәбіз салатын өте ерекше қылып пісіруге болады. Яғни свеклы салатымыз бұл жерде өте дәмді болып шығатын басқаша түрлері бар. Яғни оны толық видеода көрсететін боламын. WhatsApp-қа жазып рецебін алуларыңызға болады.